Бұл жобада мұқтаймыз да? Бұл жобада, так. Мұқтау сұмырай дедім. Сразу өзгертіп. Оңбаған дедіңіз, Нама, бәрі нерв қой. Жоқ, ол контролировать етті досым. Ол өте біртүрлі көрінеді. Дыбыс жағынан ғой. Өткенде, кстати, Жазираның қызым подкастын, мен де сондаймын ғой. Міне. Кстати, бұл не, нерв ба? Әлде уайым ба? Екеуі де шығар. Бүйтіп отқан ба? Бұл не уверенность ба? Не, алыс жолға шығасың ғой. Жолға шыққан кезде, егер водитель бүйтсе, ұйқысы келді деген сөз ол білесің ба? Егер сен бір таксиге мінесің ғой, мінген кезде желкесін бүйтіп ұстайды ғой. Келе жатыр ма? Келе жатыр. Уже үлкен ақ адамдар былай жолдың жанына ұйықтаймыз деген сөз ғой. Жолға шыққан адамдар таксистерін уже бүйтіп бастаса, таксист или қасына братын рөлдегі адам бүйтіп бастаса, уже ұйқысы келді деген сөз. Водительге айту керек сразу, брат, тоқтап бір жерде. Қасып алшы. От души қасып алшы. Ұйықтап алу керек. Бірақ жолда ұйықтамаудың ең тиімді жолы, ең оңай. Тоқтайсың, су бар ғой кәдімгі. Суды алып, мұрынға бүйтіп деп иіскеп жүресің. Суды иіскеп жүресің. Дәрет алғандағыдай бар. Иә, тартасың. Иіскеп жүрген кезде тартасың кәдімгідей. Судан кейін Тартқан кезде миыңа дейін ашиды ғой. Сол кезде ұйқы бірден ашылады. Енді бір мөлшері жарты сағатқа дейін ұйқың ашылады. Мен өзім соны қолданамын. Былай кәдімгідей суды ұзақ ұстамайды екен, жыртық сағат екен. Енді ашып кетеді кәдімгідей. Сол кезде ұйқың ашылады. Мұрынды суға тартып жібересің да, жолды шетте ұйықтап аласың. Мұрынды жуып, дәрет алып, ұйықтап ал. Мен ананы білемін. Ауа кіреді ғой, ауа кіреді. Сол кезде андай күшті ұйықтайды. Мен ананы білемін, лимон жеп алу дейтінді. Лимон жеп алу? Жолда, егер сен ұйқың келетін болса, лимон жеп аласың дегенді естігенмін, бірақ өзім машина айдаған жоқпын ғой, осыған практика жүзінде көрген жоқсың. Көлік жүргізбеген мен өмірімде. Үйде бізде 2 машина бар. Мақтанып қалба чуть-чуть. Кешірім сұраймын. Біреу өзім ба? Олар расы ондай үшеу ғой үйде. Біреу әкемдікі, біреу ағамдікі. Мен өзім әкем токыр. Машина моторын жонып, соған кішкене несейді да. Өзім машина құрап ал. Өзім машина құрап, айдап кете береді. Таңертең бір қашин неге воротаға сүйеніп тұрған не бар ғой, темір. Сол кешкісін үйге машина болып келуі мүмкін. Біздің папа сондай кісі ғой, қолдан. Мен бала кезімде айтпақшылай, тұрмыс жағдай сәл кішкене не болды ғой енді. Бәріміз енді жағдайымыз бірдей болды ғой. Негізі 90% Қазақстандағы тұрғындардың 92 жылдары мен ойымша бірдей болды, орташа деп айтайық. Сол заман бойынша. Чтобы бірдей болу үшін не нәрсемен өлшеу керек? Бірдей болыпты ғой деп айтатындай. Күшті сұрақ. Күшті сұрақ. Мысалы менің көршілерім. Менде Сега болды. Сега ма? Болған жоқ. Болған жоқ ба? Болған жоқ. Менің кішкене 10%-ға жататын жер. Жоқ, ендей болды ғой. Енді сен бала кезің дейтін күні кешегі не шығар? Сенбі шығар? 2000 жылдардың басы ғой енді. Мен 2005 шығар? 2003-2004 шығар? Бала кездері бұның. Сол айтып мен 2000 жылдардың басы ғой. 2003-2004-тер, 2000 жылдардың басы, Бізде неде көршілеріміз бар ғой енді. Біз енді бір үй тұрмаймыз ғой. Көршілеріміз бар. Сол жерде барлық балаларға өздерінің әкелері көлік алып беріп жатқан неден заводтан шығатын көліктер. Өзінің баллондары бар, несі бар деген сияқты. Біздің әкемізге емес всегда үнемі шағымданамыз әкемізге. Мынау көлік алып бер, маған жаңа кішкентай ойыншық көлік алып бер, анау. Ол бір күні жұмыстан кешігіп келді. Негізі әдетте 6-та келетін еді. Сол кезде 9-ға дейін кешіккен. Сөйтсе, әкеміз бізде андай болды, ағамыз бен арамыз бір жас қой. Үнемі жаңағыдай не істеп жүреміз. Тете. Соң біз бірдей үстімізге жиде әкелетін болса, бірдей әкеледі деген сияқты ғой. Анау әкелмесе қырылып қаламыз бір-бірімізден ше. Сол екеумізге бірдей қылып ағаштан аналардікінен де мықты көлікті жонып, кәдімгідей ағаштан жасап келіп бергені бар. Сондай менің әкем. Сөйткен сондай семьяда өскенбіз, енді жанұяда. Барлығы темірге жақын адамдар ғой, мен айтқым келіп жатқан. Ағам да, кім де, мен көлікке жақын емеспін. Үнемі. Парадокс. Сол жаңағы көлік айдаймын, жаңағы мойнымда былай ұстап кетеді дейтін нәрсені мен тек қана алыста баяғыда жаңа назар аудармай КВМ-мен гастрольде жүрген кезде сол айтатын маған. Егер жүргізуші желкесін былай ұстап бастаса, ұйқысы келді деген сөз. Қорқа беруге болады. Ол жолға да байланысты. Мысалы, жолда келе жатқан кезде жол қаншалықты дүп-дүзі болса, соншалықты ұйқың келеді негізі. Онда Қазақстан жолдарында
аз ұйықтайды ғой адамдар, жоқ үкімет онда бізді ойлап отыр. Иә, семейдің жаңа жолдарын ақтаболға қойып өткен ғой. жоқ қазіргі Арнайы әкімдеріңіз қаншама жыл бойы жолды жөндеген жоқ, чтобы сендер ұйықтап кетпес үшін жолдан. мүмкін Мүмкін. бірақ қазіргі Сіздер оны уақытта түсінген Абай жоқсыздар. облысында Мгм. жол Өте тамаша ма? қалааралық жолдар өте тамаша. демек қазір жол аралық жүретін жүргізушілер жақсы ұйықтап жатыр. Енді андай қиылыстар бар ғой, оңға солға деп. Мгм. Сол себепті айтпақшы, сол себепті жол жасаған кезде жолды түп түзу жасамайды екен. Андай бұрылыстардың әдейі жасайды екен. Сосын нелер қосады ғой, музыкальный нелер, вибрациялар қосады. Ол емнеге байланысты, ол тек Автобандарда ма? жаяу Композиторға ойласа деген. Мына жерге жеті нотаны лақтырып жіберіңдер. тек тренд қой, ол шетелде шығарған ғой негізі. Жаңағы жолдың бойындағы сызықшалар арқылы мелодия шығаруға болады екен түсінгенде. Иә. Соның дыбысымен мелодия бар. шығару. Әр Астана жақта бар, мен білемін. Астана Қарағанды ма, Астана Көкшетауда ма? Иә, бүкіл республикалық маңызы бар трассаларда бар. Мен Абай облысында байқаған жоқпын, мысалы. Қандай Абай облысының самал желінің өзі музыка емес пе? Тамаша. Жаңа айтамын да. Біздің неден жоқ, мынау Алматыдан Оралға қарай кететін жолда ше. Жанайқай бар ол жақта. Жол күшті ғой, неге сенше Аралға шейін. Аралдан ары қарай Ырғызға қарай кетесің, Ырғыздан ары қарай. Күй бастала ма? Бүйтіп машина ше өсіп қойып, ана астына люкта ешқандай яма керек емес. Астына өйтіп істеп ала бересің ана нелердің астында ше. Ұйықтамау үшін, мысалы, ұйықтамау үшін Нұреке, сіз кофе ішесіз, Иә. Міне, керемет. мысалы, мен байқағаным, Нұреке түнгі сағат 1-де, енді бәріміз әртүрлі кафеға барамыз ғой, мейрамханаларға. Нұреке міндетті түрде өзінің американо ма, эспрессо деп атала ма? Негізі күндіз болса эспрессо, Түнде түнде американо. американо. Кофенің төресі ол американо. Түнде қарлығаш дейді. Жоқ, сағат где-то 4:30-5-ке таман американо экспресс бәрін екеуін қосып жіберсе. Күшті ме? Ондай жоқ па? Американың құрамында эспрессо болады. Онда неге кешкі екеуін бөлектетіп айтып отырсың? Эспрессо ол сусыз американо. Оған қайнаған су қосылса, демек ол американо болады. Ол не жүрекке зиян ба? Негізі. Егер жүрегің болса, әрине. Жүрек жоқ адамға. Өзінің әйелінің роддомына бармай тұр. Ұйқының тақырыбы, мысал үшін. Жоқ, мысалы, осы жерде айта кететін жағдай, егер жол жүріп жатқан кезде тағы да бір лайфхак, кофе ішсеңіздер, ол ұйқыны ашады. Ал эспрессо лаптың кофесін ішсеңіздер, ол дейтін, вообще не болады айтыңызшы. Қашып барады, малақтыр Ештеңе жерден. таба алмай қалды. Көрерменге хабарландыру Иә, ретінде, хабарландыру. жарнама ретінде интеллигентна қу жобасы халықаралық бренд Espresso Lab кофеханалармен коллаборация ретінде осы жобаны ұсынып отырмыз. Espresso Lab дәл қазіргі уақытта Алматы қаласында 2 нүктесі бар. Жалпы әлем бойынша 20 мемлекетте және де 400-ден астам нүктелері бар екен. Иә, 400-ден астам нүктелері бар. Түркияға барған кезде көргем. И біздің елде де ашылды деді. Алматы қаласында әзірше 2 точка. Келіп, осы жерде басшылығымен танысып, кәдімгідей Исмаил Бей дейтін бір кісімен онлайн танысып жатырмыз. Барлығы бір-бірімізден тіл табысып, жақсы бір жоспар, идея жасап, осы бір проектіні жобаны жасап жатырмыз. Мен нағыз кофеман ретінде кофе мен жолдың байланысын айтып кетейін, жаңа ұйқы сыздықтың. Мысал үшін жолда шығып баратқан кезде кофе ішесің, американо ішесің дейік, жаңағыдай жарты сағаттан ұзағырақ уақытқа сені ұйықтатпайды. Сосын біраз уақыттан кейін сенді кіші дәрет қысады да, одан да бетер ұйқың ашылады. Мысал үшін. Кофе қатысы жоқ па? Жоқ, кофе негізі ішкі құрылысты айдайды, былайша айтқанда, жүргізеді. Давай. Тез. Жоқ, кіріп келеді деп едім. Жеги, жұмыс жасаймын. Сосын кофенің әсерін созу үшін жарты сағаттан соң, кофе ішесің, мысалы, американо іштің ба, жарты сағаттан соң су ішсең, оның әсері ұзаққа кетеді, ұзаққа шабасың, былайша айтқанда. Ал егер су ішпесең, онда жаңағы жарты сағатқа дейін созылады күші, одан кейін кері әсер береді, ұйқыға тартады. Мен мысалы үшін сен айттың ғой, түнде кофе ішесің. Мен кофе ішкеннен кейін су ішпеймін. Түнде ішсем. Егер күндізгі уақытта ішсем, міндетті түрде артынан сумен, былайша айтқанда, әсерін созам.
Бұның бәрін контрольде ұстап жүр дейтін қиын ғой, маған су ішпеу керек, маған түстен нан іштім, кешкі нан ішу керек, ішпеу керек дейтін. жоқ ол әдет болып кетеді ғой. автоматты түрде жүре береді. Сен миыңа сондай бағдарлама орнатып қоясың. Біз кейін чиппен бөлсем өзім қолдансаң болады. жоқ андай кофе ана адамды ұйықтатпайды, ана гориллалар негізі адамды ұйықтатпайды дейді ғой. Энергетиктер, иә. Мен вообще ондай нәрсеге сенбеймін. Өйткені неге десең, бір дос баламмен шықтық қой. Алты горилла ішіп алып, кәдімгідей радардан жоғалып барады. 6 горилла ұйықтамайық деп горилла ішіп ұйықтап қалған балаларды да танимын. Мен де мысалы студент кезде әлі есімде осындай бір әңгіме естіп алдық. Энергетикалық сусын ішсең ұйықтамайсың деген. Сөйтіп белгілі бір компания бар, Мұқан суреті бар. Сондай үшеуін ішіп, сол компанияға ерегісіп ұйықтап қалған. Сертификаттар жарамсыз. Жоқ, бұл деген сөз ұйқыға деген махаббаттың тым жоғары биік болуы ғой. Ойлашы, сен кофе ішесің, энергетик ішесің. Сөйтіп жолда ұйықтап кетесің. Әр нәрсе одан ниетке байланысты ғой. Одан да биік. Қалау. Адамның қалауы негізі қатты болса. Өте күшті нәрсе айттыңыз ғой. Ұйқыдан кәдімгідей күшті нәрсе айттыңыз ғой деп өзім жүріп отырмын. Цитата қылып жазып алсаң болады. Ұйқыдан асқан кайф, ұйқыдан асқан ләззат жоқ қой өмірде, иә? Сіз айттыңыз. Бар ғой? Жоқ, содан кейін сол ләззаттен кейін ұйықтайсың, иә. Сен жоқ, өте жақсы айттың негізі. Ұйқыдан асқан ләззат жоқ, ұзақ уақытқа созылатын. Қалған ләззаттардың бәрі қысқа мерзімде ғана. Денсаулығына байланысты бар кімнің? Енді кофе іше берсең, ұйқы саған бірінші орында болады. 8 сағат созылмайтынша ешқандай ләззат. Әрине. Эспрессо лапта, брат, все нормально. Эспрессо лапта 8 сағат отыра берсең, тоже ләззаттың бір түрі емес. Экспрессо лап дейтінді 8 сағат отырсаң, қарыз оқыласың. Эспрессо лаптың енді концепциясы бойынша коворкинг сияқты істелінген екен. Негізі бірінші қабаттар әлем бойынша солай істелінген. Міндетті түрде 2 қабатты, бірінші қабаты кофейня, екінші қабатында бос кеңістік. Екінші қабатында әдетте біз отырамыз. Әртүрлі жұмыс істейтін адамдар. Су демекші естідіңдер. Жолда ұйықтау тақырыбын ары қарай соза берсек. Өрбітеміз. Иә. Сен мысалы ұйықтауды ма? Иә. Жолда ұйықтайтындардың мен өмірімде 3 рет неге түсе жаздағым. Көлік апатына. Себебі андай нәрсе болады менде. Шайнап отқан кезде жүргізушінің көңіл күйіне қараймын. Ұйықтап шықтың ба? Қалайсың деп ше? Жақсың ба деп. Жақсымын деп шыққан жігіттерді танимын. Жылқы араласып тұрамын. Иә. Ол 3 рет үшеуінде де біз көше неде жылқыға кіріп кете жаздағанбыз. Аттарға. Түнде ма? Иә. Оның үстіне біз енді түнде жол не ғой? Максималны тұрғыда қараған кезде 140, 150, 160 ұстайды ғой, көлікке байланысты шамасына қарайды. Түнде жүрген кезде сен жылқыны алыстан байқамайсың. Оны жақын қалған кезде бұрылып үлгересің. Bir қызы жануарлар алыстан бір жарық көреді ғой қараңғыда, сол жарыққа қарап тұрып қалады ғой. Бізде сондай бар екен. Қоян әсіресе. Көлікте андай сенбеймін андай. Мен тек 2 жүргізушіге сенемін. Біреуі менің өзім ағам, біреуі Ғазиз назар аудардағы. Екеуі машинаға үлкен фокус қояды да, назар аударып, сол ұйықтамайтынына сенемін. Ал қалғандарына сенбеймін. Өйткені жаңағыдай 3 рет сондай жағдай болғаннан кейін барынша ұшақпен немесе пойызбен жүруге тырысамын. Түнгі жолдан тас жолынан деп айтайықшы. Түнгі тас жолынан негізі максимал түрде қашу керек. Бас тартқан дұрыс. Себебі түнде өте көп жағдайлар болуы мүмкін. Жаңағы факторлар көп қой. Жүргізушінің ұйқысы келеді, жануарлар алыстан көрінбейді деген сияқты. Егер де өзің ұйықтамасаң да, Құдай сақтасын, қарама-қарсы келе жатқан көліктің сен жүргізушісіне жауап бере алмайсың. Сол себепті мен мысалы алыс жолға шықсам енді көбінесе мен Алматыдан Семейге барып отырамын көлікпен. Енді 1200 шақырым ғой, аз емес. Міндетті түрде таңертең шығамын. Таңғы сағат 4-те, 5-те оянып алып, кешке дейін жетіп алуға тырысамын. Егер кеш баттыма, одан да мен бір жерге тоқтап, ұйықтап алып ары қарай жүремін. Түнгі жолдан мен қашқалақтаймын. Иә, мен де қашып жүрмін, өйткені ол жауапкершіліктің артқанандай. Бала кезде, жас кезде деп айтайық. Ештеңеге қарамайсың, бәрібір ғой.
бала шағаң жоқ, немесе бір белгілі бір жауапкершілік жоқ өмірінде, бір жұмыс жағынан болсын, қоғам жағынан болсын. Сен өмірден өткен кезде жылайтын адам аз ба? Иә, ол кезде. Иә. Сөйтіп өсе келе енді жұмыс бар, анау бар, барлығын ойлағаннан кейін құрсын. Күндіз жүрген дұрыс деп. Күндіз Иә, жүрген. жас өсе келе үлкен кісілердің жауапкершілік не екенін сезініп бастаған кезде. Жағдай болды ғой, ең интеллигентті қудың 2025 жылы қазан айында туры болды Қазақстанның қалалары бойынша. Сол кезде бізде Таразда концерт болды. Таразда концерттен кейін бізде 2 күн ба 3 күн демалыс болды. Балалар Таразда концерттен кейін қайтамыз деп шешті. Сөйтті де енді негізі такси 4 сағат қой, 3,5 сағат Алматыға дейін. Бірақ балалар қорқып, түнгі жолдан қорқып, пойызға билет алып, неше 9 сағат жүріп бардыңдар ма? Бірақ мен қарсы болдым ғой. Иә. Данияр қарсы болды, сосын мен Даниярға айттым. Үйде аружан бар, мөлдір бар. Отбасымен манипуляция жасадым. Жоқ, мысалы үшін жаңа пойызбен кеттіңдер. Иә. Жаңа түнгі ұйқы деп жатырмыз ғой, мысалы үшін, иә. Жолда ұйықтап кетеді. Энергетик ішсе де ұйықтап кетеді. Кофе ішсе де ұйықтап кете береді адамдар. Бірақ Қазақстанда қазір ұйқысыздықпен ауырып жүргендер өте көп. Қарапайым жылы төсекте ұйықтай алмайды да, бірақ рульге отырған кезде, жолға шыққан кезде ғой. Мысалы, сен жолда жүріп кетасың ғой, жолда тек бір жолды ғана көресің ғой, өйстіп отырасың до конца. Ал егер ортасында жаңағыдай әншілер келіп өлең айтып кететін, сондай ортасында сені алаңдататын бірдеңелер болатын болса, ең болмаса жол істелмеген. Жолда сет ұстамайды ғой. Үйде жатқан кезде TikTok қарап жата бересің, Instagram қарап жатасың, ұйқының бәрі, назардың бәрін алып қояды. Қолда бар алтынның қадірі жоқ қой. Ұйқы дәл қасыңда, бірақ сен оны қолданбайсың. Ал жүріп келе жатқан кезде ұйықтау болмайды. Менде де ұйқысыз. Жоқ, билет сен ұйықтайын жатасың ғой, ұйқы заттан жинап кетіп қалады. Жолға шығасың ғой. Менде қасында отырады ғой. Бауырым. Именно жаңағыдай жүргізушілер, конечно, бауырым, әрине бауырым, осындай апарып тастаймын ғой дейтіндер 2 сағаттан кейін бастайды дейді. Үндемейтіндер бар. Вот солар күшті. 4 темекісін шегеді. Бізде командада Төребек дейтін жігіт бар ғой, баяғыда КВ ойнаған кезде. Сол Төребек дейтін жігіттің миы жаңағы автопилотқа қойылады. Оған сенбейтін шығарсыңдар. Дельфиндердің миы сияқты ма? Дельфиндердің миын білмеймін. Дельфиндердің миы енді адамдар сияқты екі оң жақ, сол жағы бар ғой. Ол ұйықтаған кезде былай кезектеп ұйықтайды миы. Мына оң жақ миы ұйықтап жатқан кезде сол жақ істейді. Сол жағы ұйықтағанда оң жағы істейді. Мүлдем ұйықтамайды негізі физикалық тұрғыда, бірақ милары кезектесіп ұйықтай алады. Сондай факт бар. Оның визуалды көрінісі, сен бір көзіңді жауып, бір көзіңді ашатын бар еді. Былай ма? Иә, осылай. Осы ұйықтап отырады. Иә. Осылай. Дельфин ба? Көзін жұмбайды. Қалай істейші? Былай. Сен жігіт сұлтанды өз өнерінде көрсеттің ба? Көрсеткенде бірінші орын алдың. Төлебектің миы автопилот. Иә, сондай. Не? Қызылордадан шығамыз ғой. Қызылордадан бізде Аралға қарай жобамен бір 4,5 сағаттық жолы бар да. Сонымен көлікке шығатын болсаң, өзің көлігі бар, соған мініп кететін болсаң, бір рет сөйтіп отырдық, көзіне очки киіп алған, очки не сатып алдым, көзілдірік. Сары очки, қара очки, өйткені ұйықтап жатқан білмейтін болдық оның ше. Өйтіп келіп отырды да поворотын жанға тоқтатты өйстіп. Келді да, Данияр, бетіме су құйып жіберші деді. Қақтан өттік деді ол. Мен қойып қойған ғой, неге? Автопилот бәрін сет ұстанбайтын қалғанда анда ұшаққа қойып жіберген бейді. Өйстіп отырады, қай жақтан өттік дейді, Байқоңырдан өттік дейді, біз Қазалыдан өттік кеттік. Аралға бір 60 шақырым ба сондай қалған ғой. Сондай екен. Сосын түнде Әліби дейтін жігіт келді ғой үйге, неге КВН-ге Жайдарманға келді да, соны жүргізіп кету керек болады. Соны түнде 4-те шығарып салғанын білмейді ғой. Ол неден сияқты, бәрі автоматтандырылғанда сондай деңгейге жеткен миы ұйықтай береді да, бірақ өзі әрекет жасай береді. Саған сендім деп денесіне ма? Мүмкін. 24 сағаттан асып ұйықтамағандар бар ма? Иә. Менде болған. Болды ма? Болды, иә. Мен онда сендер түсінесіңдер ғой, 24 сағат ұйықтамай, ары қарай асып кетесің, бір 30-ға таңғы. Ұйқы келмей кететін. Ұйқы келмейді. Одан кейін ұйқы тартып тұрады. Ұйқы, мына желкеңде тартып тұрады, сен барып жатсаң, ұйықтап қала алмайсың, анда 24 сағатқа дейін бите бересің ғой, бүйтіп кете бересің ғой. 30 сағаттан асқан кезде паранойя автопилот қосылады, бәрін автоматты түрде істей бересің, бірақ бүкіл эмоцияларың жоғалып кетеді. Ештеңе күлкілі емес, ештеңе сені қуандырмайды, ештеңе сені өкіндірмейді. Жай жүре бересің ғой былай. Мен сол есімде, мен өмірімде бір рет болды. 48 сағаттай ұйықтаған жоқпын. Бөлем күйеуге шыққан кезде, ұзатылған кезде. Екі күн той болды ма қалай? Ананың
жоқ енді ауылда болды ғой той. Ол кезде қазан тасисың, жаңағы мектептің актовый залына зат тасыдық. Ол кезде ресторан дейтін жоқ енді ол ауылда. Сол кезде мектептің актовый залында болды той. Түні бойы істедік та енді. Сол кезде мен есімде, егер де 24 сағаттан асып ұйықтамаған кезде миың жаңағы автопилотта болады. Және бүкіл эмоцияларың өшіп қалады екен. Енді ол жас кезімде 24 жасымда, 23 жасымда шығар. Қазір енді оған денсаулық 24 сағатқа жетпейтін шығар қазір, иә. қазір шыдамайды. жоқ мен мысалы үшін жаңа сен эмоциялардың қатарына Мен жеркем тартпастым жігіттер. 24 жаңағы эмоциялардың қатар тізіміне бір нәрсені қосқым келіп отыр. Мен өзім де байқаған. 2 күннен асып кеткен кезде ұйқысыздығым, яғни ұйықтамай жүрген кезде менде мүлдем өтірік айта алмай қалу дейтін функция қосылады. Мысалы үшін біреу болса андай көңілін қалдырмау үшін айта саласың ғой, мазаламасыншы деп, болмаса үйдегілер сұраса настроениесі бұзылмасын дейсің да, бәрі жақсы, бәрі керемет деп айта саласың ғой, бірақ ұйықтамай жүрген кезде бүкіл шындығымды айтады екен. Сондай функция қосылады. Көп жылайсың ба? Жоқ. Шынайы. Жай ғана сұрақ па? Ақиқаттың бұл жақсы болады екен. Жедел сұрақ. Үйде ұйықтай алмайсың да, мысалы үшін. Үйде ұйықтай алмайсың. Отельде ұйықтай алмайсың. Бірақ көлікке отырасың ғой. Отельде кіммен кіресің соған байланысты. Пассажир ретінде отырсам да ұйқы қысады мен. Мені жолда ұйқымды қашыратын бірақ нәрсе. Ұйқысы келіп тұрған жүргізуші. Біз турда жүрдік қой жаңа. Қандай жүргізуші ма? Данияр айтып қойған маған. Осыны желкесін қасиды деп. Сол әрекетті байқаған кезде мен ұйқым шайдай ашылып кетеді. Шынымен ұйқысы келіп отты ма ананың? Иә. Өйткені басы бір-екі рет ана мойын бүйтіп жіберіп қалды ғой. Осындай болды, ұйқыма шайдай ашылып кетті. Сосын түнімен ұйықтатпайтын айғырлар бар. Комментарияны айтып жатқанмын ғой. Алдын ала. Анау өтеді маған. Аласта бір қараңғы көше ғой. Қараңғы көшеде машина кетті 2 фарамен ше. Деп келатыр да. И алда жолда 2 адам келатыр да, соған қарай келатыр да анау ше. Сол аналар неге қарай қашады? Заборға қарай қашады ғой. Соған қарай қуата сөйтсе бір жігіт 2 свет ұстап алған. Қараңғыда. Осылай жүгіреді ғана. Анау шыңғырып қашады. Мен де ойлап қойым, мына машина қалай келатыр деп. Анаған қойған, мен қағатын болды ғой десем, 2 фар ұстап алған ғой. Осындай видеоларды қарап жатсаң ұйықтамайсың ғой. Жоқ, андай болады ғой. Мен мысалы сен айтып отырсың, эмоция жоғалтып алады деп отырсың ғой. Менде ондай болған жоқ. Наоборот, мен ұйықтамай бастаймын ғой. Мен күле беремін ше. Өзін ұстамай қаламын. Болмайтын нәрсеге сол кезде менде андай болатын. Әкемен жұмыс істейсің ғой, сол түнде өтіп кетесің ғой, свет жағып қойып фундамент құйып жатасың ғой үйде. Сөйтіп құйып жатқан кезде уже таңғы уақытқа таңертең 7-де бастағансың, сосын обедте жейтін тамақ бар ғой, жаңа бірден кейін ұйықтататын жерге келетін жері бар ғой, тамақ ішіп алғаннан кейін. Сол кезде жыны тамақ істейді ғой. Или қарның ашып келген кезде тәтті бола ма екен? Жұмыс істеп келгеннен кейін. Қарның ашқан кезде ұйықтату процесін айтып жатсың ба? Жоқ, ана мысалы ертең фундамент құямыз деп асар қылады ғой үйдегілер. Сол кезде ең жек көретін сөз ғой. Бүгін ерте жатыңдар, ертең асарлатамыз дейді. Таңғы 4:30-да бастап кетесің ауылда асарды, иә, жұмысты, иә. Сол кезде фундамент құйып, фундаментті бастайсың да, содан түскі 1-ге шейін ұрасың. Содан бастап, иә. И бірден кейін сен күшті тамақ пісіреді ғой, соны ішіп аласың да, жаңағы Макгрегор ұсап жаңғары етіп батасың ғой. И содан кейін оны ұйықтап қалмау керек, күн жанып тұр, бірақ соған кіріп кетесің да, и содан ұйықтамай ұрасың да, ананы бітіріп тастау керек дейтін мақсатпен түнгі 4-ге шейін кетесің уже. Ұйқы тартады, жаңа фундаментке шелекпен бірге кетіп қалайын деп. Сол кезде менде содан ұйқы келмей кетіп қалады ғой, уже күліп бастаймын ғой, короче. Любой нәрсеге мен батядан, пападан 3 рет шекемесе, не күле бересің деп. И менде сондай не пайда болады. Күле беремін ұйқым келмесе. Жаңа тамаққа қатысты, тамақ пен ұйқының байланысына қатысты бір не есіме түсіп кетті. Тамақтың асқазанның 1/3 бөлігі су, 1/3 бөлігі ауа, тамақ, 1/3 бөлігі бос болу керек, ауа болу керек. 1/3 бөлігі язва десе. Язва. 1/3 бөлігі сонда, бірақ мен андай нәрсені қалай тоқтатуға болады? Мен мысалы қазір тамаққа тойып аламын ғой. Ұйқы келетіні анық қолымда. Ал бірақ мен тамақта мен өзім ұстамаймын. Мен жей беремін. Мен андайға ауруға ұшырап неше ше. Аты жаман келдім ба? Мен негізі адам тойып кетпес үшін бір аяғын былай қойып тамақтану керек, иә? Ауылда бұл енді үнемі жейіп, ал қалада үйде ыңғайсыз ғой енді. Кең таралған поза ғой. Бірақ үйдегілер бірден айтады ғой.
Зеңді көтермеді. жоқ үй жоқ, мына жақта үйде ауылда мен жей беремін тамақ былай отырып ше, сол нәрсені. Ал мына жаққа келген кезде біз ауылда жер стол ғой, мындай столда отырып тамақ жей бересің да, яғни көтеріп. Ал қалада не ғой, былай отырасың да, и мен тамақ жей беремін, тоқтай алмаймын, шай кетеді. Сосын мен ана нәрсені не істедім, адам сотка көріп отырып тамақ ішетін болса фокус жоғалады. Иә. Тамаққа деген энергияны бере алмайсың. И тамақ жей бергенде тойғаныңды білмей сиыр құсап жей бересің ғой. Сиырда не бар екен? Сиырды сотқа қосып қой. Сиыр тойғанын білмейді екен ғой. Сиыр содан екен жаңағыдай не көпті болып қалатыны. Сосын күйіс қайтара береді ғой. Күйіс қайтарады ғой. Уақыт күйіс қайтарады. Иә, сосын несін қорытып жібереді ғой. Ал андай нелер бар. Асқазандағы шөпті лифтімен жібереді ғой бүйтіп. Лифтімен. Анау сиыр тойғанын білмей қалады ғой. Сол кезде былай құлайды екен ана не болып ше. Көп болып. Иә. Сосын құлайды да. Макгрегор ұқсап 3-ші раундта жақтан сияқты қалды. Сол сияқты андай не тығады, инема бірдеңе дік тығады да. Ішіне тығады да, газын жібереді. Соған шырпы жақса шырпы тұтанады екен, короче. Мынау жақсы лайфхак екен, қолданып көрсең болады өзіңе. Бір тамақ до конца істей алмайтын шығарсың. Мүмкін. Жұмыртқа қуыруға болады. О, міне, тамақтың тақырыбы ұйқыдан әдемі ауысып отыр ғой. Мысалы үшін, ана оқыдық қой, ертегілерде, аңыздарда, тарихта бір қазақтың батыры бір қойды түгелімен жеп қояды. Жеп қойған деп па? Өйткені олар энергияны өте көп жұмсайтын болғанда. Бізге қарағанда. Біз қазір қимыл өте аз. Сосын олар соны жеген екен де ұзақ уақытқа ұйықтап кетеді сосын. Жаңағы біздің айтып отқан әңгімеміздің бәрі бір-біріне бүйтіп байланыс болып кетіп жатыр да. Мен бүгін не тапсырдым ғой? Анализ тапсырдым ғой. Сол анализ тапсырған кезде мені Аралда сенде почкаңда киста бар деген. Сурет салатын кисточка ол, екеуін ұйқастыра алмай қалдым, кешірім сұраймын. Киста бар деді. Кист қой негізі. Сенде киста бар деді почкамде. Почка деген ол өкпе? Өкпе емес. Жоқ, бауыр, бүйректе киста бар деді. Бүкіл органда шықтық. Бүйрекке дейін. Соның бәрінде тапсырып шығып тұрмын ғой бүгін. Менде келесі сөз жүрек болған негізі. Жүрек тапсырмадым. Жүрегінде мөлдір бар деді ғой. Жүректе мөлдір, бүйректе киста деген ол қабыну ма? Білмеймін, сол түсінбедім. Сүйек, өспе сүйек қой ондай. Сондай бар деген Аралда тапсырған кезімізде. Аралда да медицина жақсы дамыған ғой. Аллаға шүкір. Мальдив аралдарында, иә? Мальдив аралдарында. Мальдив аралдарынан да артық Аралда. Бірақ теңізі жоқ. Сол Аралда тапсырғам, сол кезде сенде киста бар деген. Бүгін келіп тапсырдым, киста жоқ деді, короче. Екі врач қырылып қалды ма? Не деп жасаң деп, па? Астанаға барып тапсырсаң, сәл бар десең. Нормаға келтіріп берсе ма? Соған киста бар еді. Сосын ең айтқым келіп жатқан әңгіме, сені тексеріп жатады ғой. Почканы тексеріп жатады, ұйқы безің бәрін тексеріп жатады ғой. Сол кезде ана нәтижесін шығаратын кезде дәрігерлердің сен анализін қарап тұрып етіп деп ұзақ пауза ұстайды ғой. Ең қиын нәрсе. Ең жаман нәрсе сені қабірге апарып тастайды ғой. Так, Бекжанов Данияр, сіз негізінде көп ішесіз ба су? Иә? Мен жақсы барлығы, бірақ дейді ғой, қайтан кетіп қаласың, жаңағы құлпасын істеп жатасың өзіңнің етіп ше. Жоқ, андай пауза қоймай айтса екен деймін да. Андай үлкен паузалардың арасында сен өзің андай не айтайын деп тұр екен, мүмкін бұл операция ма екен деген сияқты ойлап қалып қорқасың. Олар бар ғой, енді қаншама жыл жұмыс жасап жүр ғой, оларға эмоция жетпейді. Оларға жай адамдардың эмоциясын көру. Жақсы деу жай. Ол өздерінің тусасындағы бір сондай бір челлендж сияқты бір өздеріне шпейді. Жанықұлов, алдында мене тапсырған Жанықұлов. Так, Жанықұлов, иә, бағана айтып отыр, Жанықұлов деген осы ғой, деп андай. Мен келмей тұрып әңгіме болған ғой жақтан Жанықұлов. Жанықұлов деген, келді ма өзі деп ар жақтан біреу шығады, Жанықұлов келді ма деп. Нүктесін қоямыз ба? Почкасын дей көрме. Ұйқыларыңызды қандырып жүріңіздер. Қандырып жүру керек. Мен ұйқыдан тұрмын. Ұйқы қатысты нүкте. Негізі ең самый лучший лекарство это сон дейді. Кез келген аурудың емі негізі ұйқы. Біз шаш түсу, шаш ағару, әжім, шаш пиралау. Жалпы көптеген бойымыздағы науқастардың барлығының бастауы дұрыс ұйықтамау, уақытында ұйықтамау.
сағат 10 мен 2-нің арасы ұйқы болса, 3-тің арасында ол ұйқы. бізде жаңа мелатонин гормоны бөлінеді. Сол арқылы Ойбай. біздің организм өзін өзі емдейді негізі. Негізі емдейді. Бірақ біз әдетте сол уақытты өткізіп барып ұйықтаймыз. Біз дәрігерлер келетін кезде біз жұмыста жүреміз ғой, иә. Дәрігерлер әлі келмепті ғой дейді да кетіп қалады, иә, заттарын жинап. Сол себепті ұйықтап, дұрыс ұйықтап, денсаулықтарыңызды реттеп жүріңіздер. Дұрыс ұйқы ол дұрыс ұйқы денсаулықтың кепілі ғой, соны мен айтқым келіп жатқаны, жаңағы жолға шығатын, адам таситын жүргізушілер айтқым келетін ше, соларға міндетті түрде ұйықтап шығыңдаршы деп айтқым келеді да, міндетті түрде. Өйткені андай жүргізушілермен кездестік та, кеше түнде 1 сағат ұйықтағансың ғой деп кетіп бара жатады. Ол өзің үшін күшті шығар, ол андай мақтанатын нәрсе емес ол. Өйткені сен 6 адамды алып баратсың да ұйқыға. Мәңгілік ұйқыға. Жоқ, вообще деймін да, егер сен ол жерде өзіңді ойламасаң да, артыңа мінетін 5-6 адамды ойлауың керексің. Мен ұйқыдан тұрған кезде бірінші мен оянбаймын. Ішіндегі не оянады, басқа біреу. Андай болмай ма, ұйқыдан тұрған кезде деп керілмейсіңдер ма? Аяқтың ұштарын бүйтіп деп барып сосын барып. Таңертең емес енді ол. Таңертең емес па? Мен сөйтіп оянамын бірінші. Мен солай оянбағаным, қашан солай оянғаным есімде жоқ екен. Менде де есімде жоқ екен. Ең кайф нәрсе ол азанда шыңғырып керіліп ояну дейтін. Ол түскі ұйқы емес па? Жоқ, таңғысы. Мен түсте тұрамын ғой. Мен мысалы таңертең ұйқыдан оянғандағы жасайтын әрекеттерім барлығы жаңағыдай автоматты түрде, онда мен қалауыммен емес ол. Тезірек өзімді ретке келтіріп алу үшін. Тұрамын да бірден. Шашыңды аласың, тісіңді аласың, сөйтесің. Автоматты түрде просто телефонды қараймын, сағатқа қараймын, орнынан тұрамын да, душқа кіремін да, бірден ойланып қалмауым керек мен. Ойланып қалсам жатып қаламын. Салқын, мұздай сумен денемді бір шайып өтемін. Сипап өтесің. Иә, сол кезде көзім банкі болады. Стендапта да айттым ғой, ұйқыдан жердің тартылыс күші мен төсегім астында деп. Оянасың, 3,5 сағат жатасың ғой. Кә тұрам. Тұра алмаймын ғой төсектенші. Манитет бар ғой мен. Сен ұйқыдан тұра алмайсың ғой, иә? Өте қиын ұйқыдан тұруым. Мен тез ат тұрып кете алмаймын. Сотка деген нәрсе, ол ең жаман нәрсе ғой. Жаман дегенде қалай? Жақсы шығар енді. Бірақ именно мен сотка шұқылаған кезде 3,5-4 сағатты жойып тастай аламын. Қарап ше. Ұйқыдан тұрған кезде сағат, мысалы 10-да тұрсаң, мен сағат түскі 1:30-да жаңа төсектен тұру мүмкінмін соткадан ше. Сосын туалетке кіремін ғой. Туалетке кірген кезде 1,5-2 сағатын жойып тастаймын мен телефон қарап отырып. Серьезно? Мен сөйтем. Мен туалеттен тұрған кезде деген дауыс шығады. Астынан ба? Астынан. Гитар ұқсап жүресің ба? Хиджаманың банкысы болады ғой. деп айталады ғой. Сол сияқты умниттен тұрамын ғой мен. Аяғым ұйқы болады сосын. Мен телефонға қатты зависимый адамдардың қатарынанмын өзім. Түнгісін шұқылап. Мойындайсың иә оны? Конечно. 3 сағат кетіп жатады жандай. Түсініп жатасың ғой, не көріп жатырмын, қала жынсың ба, не мынау контент. TikTok шығасың, треске кіресің, YouTubeға шығасың, бүйтіп алмасып ше. Яғни кішкентай балаларды айтады ғой, телефонға кіріп кеткен не көріп жатқанын түсінбейді дейтінді енді түсініп жатырмын. Прикинь, қазір түсініп қалдым. Өйткені түнгісін мен де түсінбеймін не көріп жатқанын. Лишь бы көру керек. Әйтеуір көру керек, бүйтіп жата бересің. Телефон бетіне лайды сонымен. Еще андайларға байланып қаласың ғой, андай. Бірдеңе лақтырып жатады, андай. Бутылка сындырып жатады, бірдеңе сондайларға байланып қаласың. Келесі киноның жалғасы деп күшті жеріне келген кезде 11-ші шайсын іздеп сондай. Меніңше біз тағы бір күшті тақырыптың ішіне кіріп бара жатырмыз. Гаджеттер. Жаңа екеуің айтқан іс-әрекет бар ғой, әртүрлі видеоларды қарай беру. Ол бізді шынымен жаңа топастыққа итермелейді. Өйткені сен бір қысқа ғана уақыттың ішінде әртүрлі эмоцияларды бірінен кейін бірі бастан кешіресің. Мысалы үшін бір қызық күлкілі видео көрдің, күлдің да, соңына дейін күліп тастамадың. Келесі видео сентиментальный видео шығады, сен бір жылап аласың. Уже организмді жаңа эмоциональный качелиға. Ол дұрыс па? Негізі дұрыс емес. Сен күлесің ба, сон кәдімгі 1,5 сағатта күлкі керек қой, былайша айтқанда саған. Ұзаққа кету керек па? Қайғырасың ба, соңына дейін қайғырып алуың керек. Бұны кім айтты сізге? Секірмеу керек қой, эмоция секірмеу керек. Соғысымен қызық қой өмір. Жоқ. деп жылап қалса күліп. Жоқ, жаңағыдай ғой, біз тез ауыспау керек. Қазіргі жастардың андай жеңіл ойлау дейтін не әсер етуі мүмкін ба? Ойлау дейтін содан шыққан. Сен ұзақ қайғыра да алмайсың, ұзақ көңіл күйіңді көтеріңкі істей алмайсың. Саған қызық емес. Мысалы үшін бір
бір осындай көрініске қарап отырып жаңағыда свайп жасағың келіп тұрады да, өйткені шыдай алмайсың. иә шыдамдылық төзімсіз болып кетесің былайша айтқанда. Бұл кезеңде өтпелі шығар. Мүмкін өйткені осы уақытқа дейін ұзақ хаттардан басталған заманнан келе жатыр ғой. Енді біздің әке шешеміз өзіміз жаңағы Том и Джерри суббота күні күтетін заманнан бастап келіп 15 секундқа үйрендік. Енді бұл жалықтырғаннан кейін қайтадан ұзақтыққа Жалықтырады деп ойлайсың ба? мына нәрсе ма? Жоқ, ол жалықтыратыны анық қой. Себебі мысалы Сені жалықтырады, бірақ сенің балаларыңды, яғни кішкентай балалар Жалықтырады деп ойлаймын. мен мысалы жалықтырады деп ойлаймын. есімде бала кезімде біз көретін енді мультфильмдер андай болатын. Том и Джерри жаңағы Бен 10, Инспектор Гаджет. Инспектор Гаджет дейтін сияқты. Сол кезде үйде көріп отырған кезде мамам айтатын, "Аны қалай көресіңдер? Түк түсінсем бұйырмасын" дейтін. Одан кейін жаңағы неге Винни Пух неге көрмейсіңдер дейді. Винни Пухтың жаңағы суреті ескі ғой, кәдімгідей көрініп тұрады. Қызықсыздау, тартпайды. Одан кейін жақында Айсұлтанның мультигін көрдім. Не көретін? Безумный мир Гамбола деп аталады ғой. Егер қателеспесем, ана мультфильмнің жаңағы кадр ауысу жылдамдығы одан да тез. Міне 2 секунд та ауысып жатыр, бір іс-әрекеттер, қимылдар, бір оқиға болып жатыр мультикте. Мен түсініп тұрған жоқпын, бірақ Айсұлтан қарқылдап күліп отыр, соны Бәрін біліп отыр. Иә, жаңағы ситуацияда мен өз анамды түсіндім. Мен үшін ана мультик қатты жылдам. Бірақ мен өзімнің көрген жаңағы мультфильмдерді қарасам, оның темпі маған ыңғайлы. Чип и Дейл бар еді. Иә, и соған байланысты біз енді дәрігерлерге Айсәнмен барып жүреміз ғой. Сол кезде дәрігерлер айтты, егер де мультфильм көрсетсеңдер, мүмкіндігінше телефонын көрсетпеңдер деді. Себебі экран кішкентай. Ол жаңағы миыңдағы адамның емесін айту, кеңістігін тарылтады дейтін жаңағы теория айтты. Одан кейін көрсетсеңдер, жаңағы Совет одағындағы мультфильмдерді көрсетіңдер. Себебі оның темпі бір кадрмен былай ақырын қозғалады. Төмен жоғары, ода кадрлар тез ауыспайды. Сол себепті біз енді қазақша мультфильмдер қоямыз. Және Қажымұқан дейтін күшті мультфильмдер, бірақ аз екен. Одан кейін егер де одан жалып бастаса, жаңағы Винни Пухты қоямыз. Кезіндегі Простоквашино, енді қазақша аудармалары болса. Сосын бар оны не баретін? Маймылдар. Балалармен жүретін. Тек қана дыбыспен, ешқандай сөздері жоқ. Не сүйті қандай сол түйіні қандай сол мультиктің? Маймылдар не істеп жүреді? Мейірімділік шығар енді. Шыдамдылық. Бәрі топырлап жүреді. Сосын хоккеистер бар еді, бәрі бірдей. Иә. Қайсы главный герой білмейсің. Сол себепті жаңағы темп енді бізден кейінгі буынның темпі енді жоғарылап бара жатыр ғой. Одан кейінгінің темпі қандай болады деп мен ойланамын да, андай секундпен көрсетем екен, тас. Сол мен жаңа айтып отқаным, енді ол меніңше ол сені жалықтырады, бізді жалықтырады. Нелерге бізден кейінгілерге ол аз болып көріне береді. Жетпей қалады. Сондықтан қазіргі балалардың тілі шығу, сөз байлығы бәрі артқа қарай кетіп барады. Өйткені ол жерде дыбыстар ғана. Сөз жоқ. Диалог жоқ, дыбыс бәрі. И жаңағыдай кадр өте тез ауысады. Оның жаңағыдай клиптік ойлаудан да қысқа да оның ойы. Иә, сондықтан мен сол үшін жаңа айтқым келеді, біздің өмірімізге гаджет дейтін нәрсе тым ерте кіріп қойды. Мысалы біздің ба? Иә. Біздің балаларымыздың ба? Бірақ сіздер қараңыздар. Сіздер 11-ші класс оқып жүрген кезде, иә, 11-ші класс 1-ші курс оқыған кезде ғана андай телефондар, смартфондар келді, иә? Мен өмірімдегі смартфон ба? Жоқ. Менің өмірімдегі алғашқы смартфон 26 жасымда алдым мен. Жоқ, міне 22 жасымда. Сіздер демек сіздер өз жастық шақтарыңызды барлығын кәдімгідей ақысын беріп өскен адамдар. Есте сақтаумен, қимыл болды кәдімгідей. Мен мысалы қолыма 7-ші класста, 6-ші класста уже түсіп бастады. Сенсор болмаса да жалпы телефон. Жаңағы ішінде қызықты мессенджерлармен түсіп бастады. Бірақ мойындау керек, әр нәрсенің пайдасы да бар, зияны да бар. Біз мысалы тек зиянын айтып тұрмыз, оның енді қазір жаһандандыру заманы ғой. Ол жаңа гаджеттердің жаңа гаджеттерінде негіз пайдасы бар. Себебі сол гаджеттер арқылы көптеген енді IT компаниялар істеп жатыр. Олар тек қана біз тек қана жаман жағын айтып отырмыз ғой. Егер де кез келген нәрсенің
пайдасы мен зиян табылады. Мысалы балды біз пайдалы дейміз ғой, бал пайдалы, бірақ сен балды аса көп жесең ол зиян болып кетеді. Бал Сол бұрауын сияқты көресің мысалы. Бұл біреуін сол концепті негізі, иә. Жыланның ол енді адамды өлтіруі мүмкін, бірақ емдейді де басқа ауруды деген сияқты. Сол себепті әр заттың пайдасы мен зиянын ажырата білу керек. Мен айтып кететін әңгіме ше, мысалы біз ауылда тұрдық қой, ауылда бізде көбінесе бір қабатты үйлер болды ғой енді барлығы. Ал енді қалаға келген кезде түсіндік, бізде 2 қабатты, 3 қабатты үйлер бар екен дедік та. Сосын Қызылордаға келіп, сосын Астанаға келген кезде 9 қабатты үйлер бар екен ғой дедік қой, енді дамыдық. Біздің миымыз жайлап дамыды. Жайлап, сосын бізде вообще телефон болған жоқ. Домашний телефон болды, иә? Осындай дедік, оны қойдық. 62, Nokia'лар шықты, тек звондай аласың да. 3110. 3110. Жоқ, бірінші енді кірпіштер шықты ғой, біз кірпіштермен сөйлесеміз. Ең классикалық. Samsung болды андай. Жасыл бет экраны, жасыл. Nokia Айка. Біреуден единица сұрау, 50 теңге бірлік жаңағыдай сұрайсың. М-трансфер. М-трансфер. Икпорт. Сосын икпорт дейтін болды. Содан кейін жаңағы бетінде нелері пайда болды, 62-33 дегендер жайлап келдік та. Асты бұралады. Біз сол заманнан келатқанымызға қуанамыз, өйткені неге біз жаймен дамыдық қой. Қазіргілер бірден күшіне түсті ма? Сразу туды. Андай хаос, адамдар сразу 19, 100 бірдеңе қабатты үйлер, пойыздар, и Nokia телефон, бірден жаңа непонятный фильмде, да, и олардың миы сразу андай ажиотажға кіріп кететін сияқты да. Ашуланып. Біздің миымыз андай жайлап, андай. Қуанам мен сол заманнан келатқан дейді, жайлап, біз бүкіл кезеңдерін көріп шықтық қой, мына жаңа жаһандану дәуірінің бүкіл кезеңдерін көріп шықтық. Жоқ кезін, пайда болғанын, дамығанын, шектен шыққанын, құлдырап бара жатқанын. Ұзақ өмір сүрсек, жоқ болғанын да көрерміз. Бірақ біз жаңа буынның осындай заманда олар дүниеге келгеніне олар ешқандай кінә жоқ. Олар жақсы дамыған заманға дүниеге келіп тұр ғой. Біз мысалы миллениалдар деп айтады ғой, бізді өзімізде айтамыз ғой. Көптеген әлеуметтік желілерде миллениалдар жаңағы зумерлерге, тағы да қандай бар альфа буындары бар. Соларға сендер өмір көрген жоқсыңдар, біз 90-шы жылдары мынаны көрдік, темір тасығанбыз, андай мындай деп өз балалық шағын романтизировать етіп, олардан өздерін жоғары көрсеткісі келеді сол арқылы. Бірақ олар бұл заманда дүниеге келгеніне мен ешқандай кінәсі жоқ. Олар өкінбейді де, біз сезетін нәрсені сезінбейді. Олар үшін осы заман ескі болады кейін. Осы заман олар үшін ескі болды 15 жылдан кейін, 20. Біздің заманда деп айтады. iPod ұстағанбыз деп па. Ол кезде телепорт жоқ еді. Ол кезде пойызбен, самолетпен жүретінбіз деп айтады. Меніңше олар айтпайды, олар көрсете алады ғой. Қазір бәрін айтмын. Ол кезде қазақ тілі бар еді деп отса. Қазіргі жаһандану заманында көп нәрсені құнсыздандырып тастады. Мысалы, фото дейтін нәрсе мүлдем құны болмай қалған сияқты қазіргі кезде естеліктің. Неге? Себебі енді мен балалық шағымдағы фотолар тарихы бар, оның бір оқиғасы бар. Ол фотоға түскен кезде менің анам ол күнді толықтай есінде маған айтып бере алады, мына киімді мен мына жерден алғам. Сол кезде сен жылап тұрып фотоға түсіру үшін саған балмұздақ алып бердік. Аған көніп тұрған, міне мына жерде алма тұр деп. Сол фотода қанша қиындықпен келгенін көріп тұра ма? 10 жасқа дейін менде өз 3-4 фотом ғана бар екен. Қазір сен баланың бір күнінде, мысалы әйелім маған баланың бір күндік 16-20 фотосын жібереді. 3 видеосымен. Андай оның үстіне ұмыт қалма сенің қызың деп. Андай бір позицияда 20 фото болады, білесің ба? Ананы тез айналдырсаң өзі қараған жағатын сияқты өйтіп ше. Андай ескі киноларда болады ғой, андай суреттер жылды. Кадрлар. Мен де мысалы үйдегі альбомдағы фотолар есіме түсіп отыр. Барлығын тарихы бар. Жаңа жылда жылап тұрғаным бар, киімі мынамай үстіме чурашкамен кигізіп қоймайды. Чурашка? Қоянның несімен бар чурашкамен. Екі сурет па? Екі жаңа жыл. Екеуінде де киім ұнамаған, жылап тұрмайды. Қолданып. Жаңа жылды тойламайтын содан ба? Мен тақып алғын шығар деп ойласам. Анау менде андай болған, 4-ші класста мен үздік оқушылар, ударникті қалай айтуға болады?
жақсы дейді ондай. Орташа дейді ғой, ортадан жоғары. Ортадан. Оқу озаты емес па? Оқу озаты 5 па ол? Иә. Оқу озаты үздігі. бес. Оқу үздігі, оқу озаты ол 3 пен 4 пен оқитындар орташа деп айтатын еді. Иә, орташа. Орташа деп айтатын еді. Иә. Мен ударник болдым. Ударник болған кезде 90 очко. Иә, ударник болған кезде өмірінде бірінші рет араға үлкен пауза салып камбэк болып келіп тұрмын ғой, ударник болып ше. Өйткені мен бірінші класстан 4-ші классқа шейін ба ударник болып келген ғой, ойлашы. Отличник болмағанмын вообще өмірімде ше. Беспен оқымағанмын. Соған шейін мен келіншегім беспен оқыған. Сөйтіп көтеріп келемін да, и сосын информация не істеймін мен. Мен әйелім туралы ойың жақсы болсын дегенім ғой. Андай жаман деп мықты жамандапсың ғой десең. Соны 5-ші класста ма сөйтіп неге кетіп қаламын да. 4-ші классымда 3-ші классымда 3-ге кетіп қаламын да, қайтадан 4-ші класста ударник болып қайтып келіп тұрмын ғой. Сол кезде жаңағы есте қалған фото ғой. Біреудің костюмын Бекжан маки сол кездегі апайлар ше сенің жағдайыңды нашар тұратыныңды бетіңе айтатын еді ғой. Боулинг тұр ғой. Буллинг. Мен дедің? Боулингтен. Буллинг, иә? Буллинг. Таза қандай? Буллинг. Келемеждеу. Кәдімгідей сенің жағдайыңның нашар екенін бетіңе басып айтатын кез ғой. Елдің көзінше. Ана тегін тамақтарына бардыңдар. Өйтеді ғой, ес қағатта. Осыдан кейін жағдай нашар балдар куртка беріп жатыр, барыңдар активизалға деп кәдімгі нагло айта салады. Не ғой? Менің өмірімізде біздіңше жағдай әке-шеше травмалар содан қалды. Травма дегенде ол кезде травма болмайтын. Біз анау бізге киіп келіп тұрады ғой, сумкасы новый болады андай ше. Соларға қызығып отыратын еді кәдімгідей ше. Соны жаңағы біреудің костюмын отличник бала ғой, жаңа үздік оқитын бала. Ударниктер отдельно түсініп отыр. Отличниктер жеке түседі. Кастаға бөліп тастаған ба сонда? Иә, мысалы кәдімгідей қарадылар, ақтар деген сияқты. Иә, орташалар дейтін бізге, короче. Ал 3 пен оқитындардың суреті жоқ. Халық ауыз әдебиеті, мыналар 3 пен оқиды деп айтады. Оларды тіпті есіне сақтағысы келмеген ғой, иә. Оны ату жазасы. Соның ана үздік оқитындарды түсіріп алады бірінші, андай неге жарға тақап қояды да, сөйтіп түсіріп алады. Олардікі жарға тақалған кезде басқа түсте болғанда артында көк не болады? Көк или қызыл, иә? Көк болады. Ал біз түсетін кезде әшейін жарға түсіре салатын еді. Қабырғаға, иә? Қабырғаға суретке түсіре салады. Жарға тұрып түсірсе. Спартадағыдай. Сонымен бізде 4 адам 5 адам болып түсеміз оған. Класста кім ударник, солар 5-6 адам болып түсеміз. Сол кезде ана отличник Мейрамбек дейтін бала бар еді, жаңа үздік оқитын бала. Соның көйлегі, костюмыңды беріш, мына Бекжановқа кигізейік деп кәдімгідей ше, алып кигізіп, сол суретім бар менің әлі ше. Еще менің өзі басым, қазірде қисық негізі тақырбас қалап тастайтын болсаң ше, басым былай қарай шамалы жазып тастайды. Саған тура қарап тұру мүмкін, бірақ басым былай. Қисықпас деп мен экология 99 дейтін еді біздің ауылда ше. Неге? Мен экология 99 дейді, білмеймін. Неге екенін ше. Соған Данияр костюмыңды ки деді. Соған жылап жаңағы сен сияқты ғой. Жылап бүйтіп ана жағдайым датаго костюм алғанға жетіп, анау менің тұрмыс жағдайымды бейнелеп тұрған сурет па? Ана суреттің астында біраз нәрсе жатыр. Ана фильм бар еді, Капернаум ба? Капернаумда ең соңында бала бүйтіп салып. Сәл күліп түсетін. Паспортқа түсетін. Костюм. Анау менің костюмым емес екенін түрім айтып тұр, короче, жылап жағдайым нашар болып. Класста барлығы тұр. Мен сөйтіп шетінде өсіп, сол кезде біз апайдың бейнелеу апайдың қатыгездігін айтамын да. Сурет салу ғой. Негізі сурет ТШ дене шынықтыру дейтін сабақтар ол айтпай-ақ та 4 пен 5-ке шығып кететін, бармасаң да 4-ке шығарып жіберетін нелер ғой. Соған бейнелеуден мені до конца қинады ғой 3-ке. Барлық сабақ 4 пен 5 бейнелеуден ұстап отыр ғой, аяғымның мына жерінен тобығынан ұстап алған апай жібермейді ары қарай ше. Ахиллес болыпсың ба? Білім жолында Ахиллес болдың ба? Өкшеңе тидің ба? Иә, өкшеме тиіп жаңағыдай. Казак шутка есіме түсіп кетті ғой. Сол өкшемен ұстап тұр бүйтіп, сонымен жаңағыдай бейнелеуден апай келесі жолы әр сабаққа мұқият қара. Маймылғымай. Ең келесі. Сөйтіп келемеждеп, сөйтіп мені ударник қылып түсірген бар. Бірақ мен бастауыш апай енді солай өсті ғой, саман сондай болды бәрінде де. Мен сөйтіп кеткенім бар. Дышыдан 5 шыққам. Ағайда тоже осындай жағдай болды. Бірдеңе жағдай болды өтер. Боқтадым. Ағайды ма? Ағайды. Боқтадым. И содан қаштым, жете алмай отырмын, мала десе 5 деп. Келемеждеу деген. Жақсы жүгіреді деп па? Жақсы жүгіреді спортсмен 5. Келемеждеу дегеннен шығады. Бізде енді әкеміз 97 жылы дүниеден өтті. Мен ол кезде 6-тан ба 7-ге толмағам. Одан кейін біз Ұржар деген жерде тұрдық та, Семейге көштік. Жаңа мектепке ауыстық қой, в общем. Сол кезде бізді мектепке берді. Енді
біздің мектеп андай гимназия болды да, көп ата аналар баласын сол жерге беретін. Ол кезде үздіктер оқиды, иә, енді қазіргі замандағыдай пропискамен емес. Қазір былай ғой, егер де сен пропискаң осы жерде болса, сол айналадағы мектепке ғана бере аласың. Ол кезде ондай заң болған жоқ. Әркім қаланың түкпір-түкпірінен келіп баланы беремін, оны қабылдай беретін. Жаңағы басқа райондағыда балалар келе бергендіктен жаңағы мектепте бала саны өте көп болды. Одан кейін біз бір сыныпқа бардық. Ол жақта бала саны көп болып кетті. Стандарт бойынша 26 адам болса, біздің сыныпта 38 адам болды. Келесі сыныпта 36 адам болды. Сөйтіп әр сыныптағы артық балаларды жинап, жаңа сынып ашты ғой. Жаңа сынып ашты. Сендердікі А, Б, В болды, олардікі мягкий знак. Г ма? Г. А, Б, В, А, болды бізде. қалған құтқан. Құрама. Ақш. Сен осы мынау саусақтар біткеннен кейінгі Г сыныбы деп айта салайық. Г сыныбына көштік, енді жаңа оқушылар келдік. Бір-бірімізді енді танысып жатырмыз, өйткені біз 291 бірге оқыдық та. Нешінші класс? 2-ші сынып шығар. Сөйтіп бірінші сыныптың ортасында біз, в общем, әкем дүниеден өткеннен кейін сол жылдың ортасында көшіп кеттік. Соңғы 2-90-да семейде оқыдық қой. Сол кезде енді ауысқан кезде жаңа сыныппен жиналып отырмыз. Ата-аналармен танысып жатыр. Бәріміз өз ата-анамызбен келіп отырмыз. Біреулер мама папасымен, мен мамамен келіп отырмын. Сол кезде біздің класс жетекші енді бүйтіп айтады ғой, ата-аналармен осындай сұрап жатыр да, жаңағы кім қай жерде жұмыс істейді, отбасы толық па, толық емес па, әкесі қай жерде жұмыс істейді дейтін сұрақтар қояды ғой. Жаңағы сыныпта оқушылардың көбі толық емес отбасынан болды. Сен сол кезде білдің? Сен сол кезде білдің ба? Жоқ, мен ол кезде емес, мен білем ғой енді. Бірақ сыныпта тек сондайлар екен. Біз енді андай 26 адам болса, 20-сы толық емес отбасынан болды. И жаңағы класс жетекші бәрін көзінше тұрады да, маған кілең осындайлар жинап берген ба деген енді бір өте ауыр сөз айтады бәрінің көзінше. Сендер 2-ші класс болсаңдар да оны кәдімгідей түсіндіңдер. Ата-аналардың көзінше айтып тұр. Жаңағы сөзді. Енді одан да ауыр сөз айтты. Көбі үндеген жоқ. Ол кезде қарсы сөйлеу дейтін жалпы өте қиын дейтін директор сияқты болатын ғой түрінше. Жаңағы сөз естейді біздің мамам. Көңілінен қалады. Иә. Бірден тұрды, неге үйтіп айтасыз? Осындай енді рас қой деп кәдімгідей өзінің позициясын қорғап жатыр. Енді қазіргі қоғамдағы призмамен қарасаң ол орынсыз ғой, бірақ сол уақытта бәрі енді сондай жиналып қаппыз деген сияқты отыр. Ата-аналар нормально қабылдап па? Иә. Одан кейін келді, мен былай қалтырмаймын. Бірден завуч қалдым, менің балам мынандай мұғалімнің сыныбында оқымайды. Ол дейтін қандай қарым-қатынас енді бірінші күн осындай әңгіме болса, сөйтті де жаңағы завучқа барды, әңгімен бәрін түсіндіріп берді. Осындай болды деп. Білім басқармасына, ол кезде басқарма емес, білім бөлімі ғой, Семей Өскеменге қарайды. Барам осындай деп еді, жаңағы завуч шошып кетті. Жоқ, үйтпеңіз, балаңызды басқа сыныпқа берейік деді де, бастауыш сыныптардағы енді қандай жұмсақ мұғалімдер болады, қатал мұғалім болады, ең жұмсақ дегеніне барып бүйтіп мен тапсырды, сол сыныпта оқыдым ғой. Жаңағы буллинг енді тек сыныптастардың қатарынан емес. Жоқ, бұл жақта да тікелей мұғалім, мұғалімнен. Жоқ, о заманда бізге ешкім мотивация берген жоқ қой. Таша үйдегілер бізге мотивация берген жоқ. Біз қоғамда буллингтің ортасында жүрік қой, таза. Әкең жаңағыдай бірдеңе істейін десем, істеші дейді, андай мотивация бермей. Сондайда үйге келесің, мұғалімді жамандауға болмайды. Ана қарасың, әкең жаманда, отбасын жамандауға не істейсің, короче. Сондай ортада жүрдік қой. Жоқ, біз жаңа осы өткен замандағы фото, видеоның қадірі туралы айтып жатырмыз ғой, жаңағы. Мектепке фотограф келсе, ол үлкен оқиға. Иә. Өйткені ол көбіне, мен ауылда оқығандықтан, ол ауданнан келеді. Иә. Сендер ауылдарында өзі фотостудия болған жоқ па? Болды, бірақ ол камерасы болған жоқ. Жоқ, ол студия болды. Клиенттің потогы
аз Көп болуына болғандықтан байланысты, жоқ иә. аз болғандықтан ол ауданға ауысты да фотостудиясын. Өйткені ауылда жаңағыдай қазіргідей заман емес қой, кеттік фотоға түсіп қайтайық демейсің ғой енді. Ол деген пленка шығар ол кезде. иә, пленка. Иә. Сондықтан мен сол замандағы фотоларымды мүмкіндігінше Есте сақтадыңыз ба? сақтауға тырысамын. Мен мысалы үшін біз жақта енді білмеймін, басқа жақта ұлтой дейтін бар да, бала 7-ге 8-ге толған кезде атқа мінгізетін той жасайды. Мен жаңа айтып жатқаным, сол заманда біздің ауылға бірінші рет видеооператор келген, видеокамера келген. Видеокамера дейміз ғой, оператор деп айтпаймыз ғой, иә? Жоқ, видеооператормен келеді ғой енді. Жоқ, ол кезде видеооператор дейтін сөз жоқ. Видеокамера сол адам барлығы бірге болып Ол айтады. кезде біз видео дейтінбіз. Тек қана видео дейтінбіз. Тек қана видео дейтінбіз. Енді ана жердегі енді ойлашы, ауылда анау үлкен оқиға болып отыр да. Біздің ауылға камера келді. Сенің атқа мінуің жайында қалды ма? Ананың камера келіп мынандай отыр. Ана видео мен сосын ана кассетадан кәдімгідей флешкаға аударып алдым да, өйткені кассетада бұзылады екен лентасы. Мен сол сәтті есте сақтап қалу үшін оны мен кәдімгі хардқа, флешкаға көшіртіп алдым. Неге? Өйткені кассетада бұзылады екен анау. Не үшін көшіріп алдым? Өйткені анау біздің ауылдағы оқиға болып отыр ғой. И қаншама ауылдағы қазір өмірде жоқ адамдар ана бейнеде бар да. И видео былай басталады, анау видео. Жаңа Алтаевтар ансамблі кіреді. Видео алай басталса. Содан кейін бір 10 минут бойы кішкентай балалардың дауысы. Ағай мені түсіріңші, ағай мені түсіріңші, ағай мені түсіріңші. Ана жаңа оператор жалып кеткен ғой бізден. Кәдімгідей демонстративно түсірмейді анау. Ешкім балалар түсірмейді, өйткені оның миында ол ауданнан келіп отыр. Олда четко несі бар. Планы бар. Жаңа тойды қалай түсіру керек деген сияқты. Мына жер түсірем, басында тойдың басын түсірем, кіріп келіп отқан адамдарды түсірем, музыкальный команданы түсіруім керек. И мына жерде 3-4 кішкентай баланың бәріміз тақия киеміз, тек қана тақиялар көрінеді. Ағай мені түсіріңші, ағай мені түсіріңші, ағай мені түсіріңші. Мен есімде де ана кісі бізден қашқаны. Бірақ біз түсініп жатқан жоқпыз. Ана аппаратты бірінші рет өмірімізде көріп тұрмыз. И бізге айтты, мына видео деді, түсіреді деді. И мен оны түсіп қалғым келіп жатыр ғой. Әйтпесем сол күні өзімнің ұлтойым бола тұра, сол күні мен көзімді ара шағып алған. Көз жоқ мынау, ісіп тұр былай. Бірақ ана қалау тоқтатпай жатыр да, бар. Мен жаңа басында жаңа сөз бар. Мені түсіріп жатыр дейтін. Мен өткенде соны салған кезде астына біреу коммент жазып, братан, сен әлі күнге шейін камера түсіріп жатыр ғой деп. Енді мен жаңа айтқым келіп жатқаны, біз әлі күнге шейін камера түсіріп жатыр. Әлі күнге шейін түсіріп жатыр деп. Енді айтып отырмын ғой, өмірде жоқ адамдар бар ана жерде. Бүкіл біздің ауылдың элитасы. Солай болады ғой. Енді біз қазір мына гаджеттердің заманына келіп отырмыз ғой. Ондай қажеттілік жоқ. Әрбір аккаунт ертең өлген адамның аккаунты болады. Иә. Ойлашы, просто аккаунттар қабір сияқты болады. Иә. Ема қызық. Оны өшіре алмайды, нете алмайды. Бұл өз-өзімен алып кетті, пароль барлығын. Телеписка бәрін өзімен алып кетті. Бәрі қайдан білесің? Ойлашы, сен қазір мысалы Майкл Джексонның аккаунты тұр деген сияқты. Типа Майкл Джексонның аккаунты бар ма? Жоқ ау деймін ол кісінің. Типа Инстаграмның атақты Пеленікі тұр мысалы деген сияқты ғой. Иә, қалады солай. Бірақ менің ойымша неде метада сондай бір функция қосып жатыр. Ұзақ уақыт активизация болмаса деактивировать ететін аккаунтты. Жоқ, ірі тұлғалардың аккаунты қалу керек деп ойлаймын. 100 жыл болсын, 200 жыл болсын тұра берген. Жоқ, сен қашан өлетінін білмейсің ғой. Жоқ, мысалы өмірден өтіп кетті Майкл Джексон аккаунты бар. Ол тұра берген дұрыс деп ойлаймын. Типа оны қайта онда бәрінікі дұрысында? Иә. Ойлашы, тарихта қалған адамдар бар ғой. Жоқ, енді біреу мен туыс мысалы әркімнің туысы үшін тарихта. Жоқ, мысалы үшін сенің дискриминация бұл. Сенің былай елестетейік та, сенің балаларың сен туралы бүкіл нені ақпаратты қайдан алады? Ол ютубта тұр, ол тиктокта тұр, ол инстаграмда тұр. Бүйтіп көреді да. Мен қазір данный шөберем көріп отырсам, мысалы, маған пофиг саған. Мен шайыңмеде бүкіл өмірді шөберем ұзақ өмір сүргісі келгенше. Жоқ, шейін. Немере, возможно, вдруг көріп қалуы мүмкін. Жоқ, болады ғой. Шөберем. Бұл айтып отырық, бұл қазір осындай болған не істейсіңдер? Өмірде жоқ адам ретінде өмірде өмір сүріп жатқан адамға отсылка. Жоқ, менде послание жіберіп жатыр. Стендап нем бар. Материалым осындай өмірде. Вообще интернет барлық нәрсені есте сақтап алады. И жалпы шөбереме үндеу дейтін бір блог бар. Қызық. Шөбереме? Соны айтамын.
сәлем қарайтын. Сосын бір айтқым келгені, ойлашы бүкіл аккаунттар ашылып қойды ғой. Аттардың барлығы бар да. Біздің балаларымызға вообще қиын ғой. Бізден кейін олар мысалы Ғалымжан дейтін адам бүкіл аккаунт бар ғой енді. Гала Ғалымжан, Гала 01, Гала 02, или Гала Ленд деген секілді. Оларға вообще қиын болады. Тесланың басшысының аты кім еді? Илон Маск. Илон Маск сияқты болады олар. Баласының аты RT цифр ғой. Сондай ма? Иә. Олар Баласының аты ма? Иә, балаларының атына сонда қойып тастаған. И 01 қайдасың деп сұраймын. 02 типа. жоқ, T2. қазіргі зумерлердің аккаунтын қарасаң, логиндері сондай өздері. Өйткені олар бос емес қой, біз дейтін бәрін аша бергенбіз ғой, так мынау ұнамайды. Мынау ұнамайды да. Гүлсөзім дейтіннің небір несері бар, иә. Мысалы, өзім гала болып қанша агенттен ашып тастадым, мысалы, кезіндеш. Инстаграмда қаншама ашып тастадым. Бос емес. Бір аккаунт болыпты. Да? Дархан Оспанов дейтін ба? Иә. Жоқ, оның алдында сені басқа. Бірақ осы болды, просто мен сатып жібердім ол аккаунтты. Дархан Оспанов қайтадан босады, қайтадан соны аштым. Мен ең бірінші ашқан агентімде ашқан Мұхиюл 89 деген болды. Мұхиюл 89. Мұхиюл 89. Неге? Неге айта алмайтын нәрсені ашып Неге деп мен ашпай тұрмын ғой. Дос балам прикол ұстап сол кезде андай корейский кино болыпты ғой. Мұхиюл дейтін болды, главный актер ше. Соған прикол ұстап сен соған ұқсайсың деп Мұхиюл 89 деп ашып береді ғой. Сонымен до конца Мұхиюл 89 деп, сонымен біразға шейін агент қызық боламын дегенге шейін келдім кеше. Кетші? Иә, Мұхиюл 89 дедім. Енді мен сен Мұхиюл деп айтамын. Мұхиюл мархабет сәби. Агент ашқан кезде бірден андай, мен агент ашқан кезде, жаңағы аккаунт ашқан кезде, қателеспесем 7-ші сынып шығар. Ол кезде андай болашақты ойлап тұрмын ғой. Андай көбінің аккаунттары андай болатын. Тот самый Данияр дейтін бар ғой. Sweet Айка. Иә, соны әртүрлі. Енді біздің Мұхиюл 89-да. Михаил дейтін Жумонгтағы бір персонаж емес пе дер? Жумонг кино. Михаил. Сол заманнан ғой, сол Мұхиюл дейтін бөлек болды, сол Жумонг ойнай ма? Тайпа жоқ. Тайпаның атауы Михаил тайпасы келе жатыр дейтін есімде мен. Сөйтіп мен болашақты ойладым. Егер де мен мысалы тот самый Дархан десем, и мен 30-да болсам, тот самый Дархан деп тұрған ұят қой дедім. Андай сәл солидный болу керек. Классикалық. Ешқандай. Сөйтіп Оспанов деп жазып едім, болмайды. Оспанов Дархан болмайды. Сөйтіп Оспан Оф дейтін екі фысы бар ғой. Оф деген сияқты. Оспан Типа Оспанов атан өшіп қалды. Атам өмірден өшіп қалды. Сөйтіп шығардым да, и әлі күнге дейін қолданамын. Жасыл жанып тұр, Иә, жоқ, мен почтан әлі қолданамын. 7-ші сыныптан бастап бар мен. Оспан Оф, жаңағы собачка mail.ru. Мұхиюл жоғалтып алдым мен. Соны жоғалтып алған дұрыс болыпты. Мұхиюл дейтін, мен Ақтауда мен досым бар, Абылай дейтін, білесің ғой, Абылай барыстан. Сол әлгінге шейін Данияр айтпайды, Мұхиюл қалайсың дейді. Агенттен ба? Агенттен ғой, сол Мұхиюл 89 қалайсың дейді, короче. Сөйтіп, біз сол заманда агентпен сөйлесе жаңағыдай тема болып кетті ғой, прикол. Сол кезде Данияр деп ашса болады ғой, Данияр Бекжанов деп, білмеймін бір. Мектепте оны өзің ашуың керек қой. Мектептегі фото осы тақырыппен жабайық. Андай не винетка тиктокта да хит болып кетті ғой. Шынымен ана винетканы қарасаң издевательство ғой анау дейтін фотолар. Мә винетка түсіндер ма 9-шы класстан кейін. Ана винеткада ойлашы 9-шы классы ғой. 25 оқушы бір аттың үстінде отырып қой. Соның үстінде қаз қатарында. Жоқ, андайлар. Үш мұғалімді мен ана фотографтың идеясын арза болдым. Үш мұғалімді әдені бит түсіртіп алған ғой. Бұлай түсіндірші. Сөйткенде мені әдені далада жатқызып алып. Бұны қай жаққа баратқанын білген жоқпын ғой мен. Сөйтіп винетканы ашсам мұғалімнің алдында жатырмын ғой. Бүйтіп тұрмын ғой. Ана үшеу просто мені. Жаңа түрі қазақи қыз ғой, ол кезде бас қойып жүреді ғой, типа. Бір қыздың қасына Шректі қойып қойған ғой. Шректі? Просто ма? Біз оны мультиктің персонажымен, это бренд ойлап жүрмін. Он просто Фионасын деген әсілка ғой, ана. Бір қыздың қасына Шрек, ана қасына бүйтіп тұр. Жоқ, мына түрі қазақи мектепте түсіріп тұр ғой, ана қыз қазақи отбасындағы қыз ғой, шашын беткен, бүйтіп түскен, сол қыздың мына жері ашық көйлекке кигіз қойып басын қоя салды. Декелде сашық. Иә, сосын Алдабай группа, Хай-Фай дейтін ортасында бір қыз болады ғой. Сол қылып қойып жүреді ғой басарын ше. Иә, жоқ, бүйтіп қарасаң ол издевательство негізі, просто олар просто бір жоқ, бір креативтің енді бұл дамып келе жатқан кезі ғой. келе жатқан кезде фотошоп дейтін нәрсенің кіріп келе жатқан кезі ғой. Сендерде болған екен.
бізде ол жоқ кезі. Мен сол жоқ. Креативтің басталғаны сол кезде, бірақ қазір кринждің басталғаны. Менің ондай винеткам біздің дәуірімізге дейін деген, яғни винетка болды ма? болды. Біздегі издевательство жаңа, ол мынандай болды. Вырезание хромакей жасайды жаңағыдай. Сол кезде сен шашыңның жартысы кесіліп кетеді да. Иә. Басыңның формасы өзгеріп кетеді. Галактикалық персонажсың ба? Анда бала мұрт шығады ғой. Соған тиіспейді ғой, анау бала мұрт бүйтіп тұрады да, басың формасы бүйтіп тұрады. Андай бір үлкен домалақ бар ғой. Үйір болып тұрасың. Фотода. Менің бір неге сол кезде неге фотоға түсіваттық, удостоверениеге ма бірдеңе фотоға түсіваттық. Жеке куәлікке түседі. Менің әлі есімде ана не андай домалақ бар ғой, фотошоп жасаған кезде ана жандағы нелерін алып отырады ғой, шаштарына артық шаштарыңды алып отыратындар ғой. Сол кезде шамалы басымды сәл кіргізген ғой былай. Өйткен ғой. Айшық қылып кіргізген. Мен жерім ойылған. Соны папа удостоверение келіп тұрмын. Папа мен удостоверение алдым. Ана деп фотосы көрсеткенде бүйтіп басыма қарап тұр ғой. Ана басым чуть-чуть кіргенін. Нема шошып кеткен ғой, папа мына жерге не болған деген сияқты. Фикс дей салған ғой. Сол үшін де бізге айтады, қазіргі түрімізді қарайды да. Қазір түрің нормальный екен деп айтады да. Ол кезде де түрің нормальный болған, просто бізді фотографтар біз издеваться еткен. Кеше 2016 жылға 2007 жылға фотолардың арасына қосып салып жатырмын ғой. Сол кезде ана бір комментарий жазып кеткен, байтал жас кезінде кәрі болыпсың ғой деп ше. Сол прикол ғой. Ол кезде фотошоптың ана тек винетка емес, тойға шақырту міндетті түрде фотомен болатын ол кезде. Фотоға түсуге, және студияға барып ешкім түспейді. Сен былай түсе саласың, сен басыңды алып қоя салады. Басқалардың денесіне қоя салады. Мен ағамның бір фотосы бар. Негізі өзі бойы кішкентай, арықтау келген ғой. Бір качоктың денесіне қойып қойған. Бір қызығы, ол енді түскен кезде, әйелімен түскен кезде, ана жаңағы шаблондағы фотода ол екеуі бір-біріне былай тұр денесімен бүйтіп тұр. И мен ағам сәйкесінше жеңгем екеуі сәл бүйтіп түсу керек еді. Олар былай түскен, короче, прям. Былай ма? Иә, и фотода Изабелл болып тұр ма, вампир. Үкі болып тұр ғой, үкінің басы 270 градусқа бар ғой. Үкі? Сәрені бір-бірін жеген тұр ма? Енді фотоға түсірген кезде айту керек қой, олар шаблонда басында таңдап алады осы деп. Енді айту керек қой, сәл бір-бірлеріңе бүйтіп түсіңдер деп. Бас кеседі. Бүйтіп түскен ғой, екеуі де былай тұрып түскен. Ана фотоны тапсам егерде. Басын түртпүрішті қылып қиып тастайтындар бар ғой, басын домалақ қылып осы авария қылып бүйтіп күшті қылып қимайды ғой ше. Басын түртпүрішті қылып қиып тастайды. Менде мысалы жаңа камераның жайында ғой, фото сондай болып шығатын да. Осының камерада жаңағыдай мойнына сүргі лақтырып алып түсіретіндер болады 25 майда. Үлкен жаңа алдында бес чолкс түсіп тұратын үлкен ағай келіп түсіреді ғой. Андай марлысына жеріне салып терлеген кезде салып қойып, сондай бәрі андай үстіне андай шахмат көйлек киіп алып жеңі қысқа. Сосын ақ туфли, ақ шалбар, қара ремень тағып алатын ағалар бар да. Туфли сетка. Еще қара нәски киіп алды сол. Адидас. Гуру моды. Сондай мужик келеді, жаңағы несі қарны шығыңға, жаңағы ремені уже сәл жіп болып баратқан, уже мына жерлері салбырап, кожаный болады бақшы. Сондаймен камераға түсіріп жүретін көкелер болды ғой. Сол менің жаңағы ең позорный болған немді түсірген сол 25 майда біз камера жалдаймыз дейтін болған шығар, иә, бәрінде. Камера жалдайық, бөлек ақша, винетке бөлек. 7 камера жалдап отыр. Анша ақша. Сол 2000 сол камераға жалдап сондай кісі түсірген. Винет не 25 май естерінде ма? Просто бітіріп кеттіңдер ма сендер? Сен өнер көрсеттің ба? Мен өлең оқығам. Сен өлең оқыдың ба? Мектептің үздік оқушысы ретінде ұлдардан біреуді, қыздардан біреуді шығарды да. Мен екеуміздің де фамилиямыз Ахметов болатын. Ахмедова. Сонымен өлең оқығам ұстаздарға. Бірақ қазір есімде емес қандай айтқан. Бірақ анан видеоны көрген кезде мен айттым, мынаны тарих беттерінен өшіру керек мына өлең. Тарих беттерінде де жоқ шығар ол қазір. Мен рэп айтқанмын ғой. Уже сол заманға келген рэп кіріп отқан кез ғой. Соңғы қоңырауда Мұқағали мектебі. Өзің шығарып жаздыңдар ма? Мұқағали мектебі. Ананы бар ғой, Мұқағали ренжитін дей ма? Көрмей кеткен дұрыс болды ананы бар. Біздің бұл жобамыздың серіктесі ол әлемдік бренд, кофейнялар желісі Espresso Lab. Көп рахмет. Осындай үлкен брендпен әріптес, серіктес болғанымызға өте қуаныштымыз. Исмаил беге жеке рахмет. Негізі түріктерде бей деп айтыла ма? Исмаил бей дейді.
мырза деген сияқты ғой. Данияр онда айтеке би дейтіндер содан ба? түбірі келеді иә соған. Мырза Иә. айтеке би, айтеке мырза, қазбек мырза ғой иә сонда иә. Мырза деген негізі Мысалы айтады ғой Данияр би мырза. атағын, би атағына жеткен деп айтады ғой. Мөлдір ханым деген сияқты. жоқ андай ғой, ондай түркі тілдес елдерде бұған ұқсас түбірі бір неден шыққан, кейін төле бидің мағынасын білмеген өзгеріп кеткен несі көп қой. биде. Сондықтан түріктерде бей түрінде қалған. Мырза ма, би дейтін билеу ма? бей Жоқ, дейтін сен айтып отқаның, мен айтып отқаным ол мағынасы бір деп отқан жоқпын. Түбірі бір неден, дыбыстық жағынан бір неден би шыққан. деген билеу деп тұрмын. Билейді ғой, властвовать етеді. Әмір жүргізеді. Әмір жүргізеді, иә. тұжырым емес, менің теориям бұл. Бей дейтін мүмкін мырза деген сөз сияқты. Жоқ, негізі иә. Иә, Ғалымжан бей, Данияр бей дейді сені. Төле бей, Қазбек бей ол би ма? Мырза да атағына жету үшін де қиын ғой иә, мысалы сен анау адамды мырза деп айтпайды ғой. Би бересің ғой. Жоқ, қазір заманда айта бересің, бұрын енді мырза деп анда ауқымды Би алқасы дейді, значит, жаңағыдай бір лауазымы бар адамдарда айтқан болуы мүмкін, иә. Мен есіме түсті. Халық мойындау керек қой үшін. Ұқсайды екен. Енді ол кісілер де мырза болды, ол аталарымызды, и билік жүргізді. Би алқасы болды. Сондықтан да екі мағынада келеді екен дегенім ғой. Жоқ, қазіргі мысалы үшін жаңағыдай Исмаил бей деген ол құрмет мақсатында айтылады, яғни Ғалымжан бей дейді да олар сен. Ал сен оған Исмаил мырза деп айтасың деген сияқты ғой. Қазақ тілінің өзінің ерекшелігіне байланысты. Бізде жаңағыдай мен Өзбектерде Акия деген сияқты ғой. Акия. бізге анау Исмаил бей деп айтты ғой, түрік қой енді былай қарасаң. Сонда қазақтарға бей дейтін сөз қаяқтан келген дегенді соны ойлап. дұрыс қой, енді билік жүргізу, бейлігін айт деп айтады. Яғни төрелігін айт деген сияқты несі ғой. Күш, власть билік. Билік қой, иә. Мін билік қой. Төле би. Мен қазақ түрік университетінде оқығанмын ғой. Бізде мұғалімдерге солай сөйлейтінбіз. Ахмет бей. Абла бей деп сөйлейді. Егер апай болса, Гүлшат ходжа дейтінбіз. Ходжам деп айтамыз. Ходжа дейтін онда. Ходжам дейтін жаңағы хозяин ба? ханым деген сияқты. Қожа деген қожасы деп айтпаймын. Жоқ, дұрыс қой, енді мен айтып отырмын. Біздің тілде қожа басқаша мағына берсе, о жақта, о жақта ходжам дейтін жаңағы құрмет мақсатында айтылады әйел адамдарға. Сен мысалы ходжамсың, мысалы мен. Жоқ, мен саған беймін. Мен саған беймін, билік етем еще деп. Мен саған негізі аркадашпын. Аркадаш? Иә, аркадаш, біз бәріміз аркадашпыз. Аркадашлар? Аркадашлар. Аркадашлар.